Қиямет күні кім шапағат етеді? Не деп айтайын да? Кім? Құран шапағат етеді, білесіздер ме? Яшфау сахибаху, пайғамбарымыз хадисінде қиямет күні өзінің иесін, Құран оқыған адамды шапағат етіп тұра береді дейді. Қай уақытқа дейін? Кешіріліп кеткенге дейін дейді. Көрдіңіз ба? Қашан кешіріліп кеткенге дейін Құран тұрады дейді. Родной деп жүргендердің ешқайсысы қалмайды ол жерде. Брат, сен үшін өлемін мен дейтін, до конца барады. Ешқайсысы жоқ ол жерде. Наоборот, қашып жүрді ол бәрі, өзінің сауабын іздеп. Қасыңда Құран қалады. Қабірде де кім не қалады қасыңда? Құран қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 30 аяттан тұратын Табарак сүресі қабіріңде тұрады деп, қорған болып деді. Көрдіңіз ба? Қиямет күні тағы жәннатқа жетелеп ал. Енді неге оқымаймыз енді оны? Қиын ба әлде? Bir ay уақытыңды бөлсең бар ғой, bir ay уақытыңды Құранды бетіне қарап оқып кетесің, әшейін. Көрдіңіз ба? Құранды бетіне қарап дұрыстап оқу бұл парыз әрбір мұсылманға.